Есіңізде болсын, ветеринарлық құжатыңыз болмаса, төрттілігіңізді саудалай алмайсыз. Яғни, бірдейлендіру рәсімі жасалмаса, базарға кіруге де рұқсат жоқ. Бұл туралы облыстық прокуратура қызметкерлері мәлімдеді. Мұндағы мақсат мал ұрлығына қатысты қылмыс санын азайту. Құқық қорғау орган қызметкерлері өзге де қылмыстардың алдын алу мақсатында бірнеше жобаны іске асыруда. Заң саласындағы жаңашылдықтар туралы алдағы бейнематериалда. Бір ғана оңтүстікте соңғы 5 жылдың ішінде мал ұрлығына қатысты 7000 оқиға тіркелген. Әккі ұрылар 30.000 төрттілікті үптеп кеткен. Осы іске қатысты сараптама жүргізген прокуратура нақты факторларды атады. Атап айтқанда, халық қолындағы қарасын қараусыз қалдырып қана қоймай, есепке алуға да құлықсыз. Ал ішкі істер саласындағы жүргендер бұл мәселеде салғырттық танытады дейді мамандар. Сондықтан заңға өзгеріс енгізу жөнінде бас прокуратураға ұсыныс жолданыпты. Мал басын есеп болудан бас тартқан меншік иелерінің жауапкершілігі туралы, малды сатуды реттейтін арнайы заң қабылдану, мал базарларындағы сауда тәртібін реттейтін ауыл шаруашылығы министрлігінің бұйрықтарына өзгеріс енгізу мәселесі, есепталынбаған бюджет сатуға тыйым салу, базарға келген малдың есебін жүргізу тәртібі, базар иелері мен азаматтардың жауапкершіліктері туралы, ветеринария, санитарлық, эпидемиологиялық, жергілікті атқарушы органдар базар иелерінің мал иелерінің құқықтары мен міндеттерін сату тәртібін реттейтін арнайы базар туралы заң қабылдау жөнінде бас прокуратураға ұсыныс жолданды. Алаяқсыз қоғам жобасы да қолға алынуда. Оңтүстікте аталған қылмыстың саны бойынша республикада көш бастап тұр. Өткен жылы алаяқтық қылмыстың көрсеткіші 50%-дан асып жығылған. Көп жағдайда алаяқтық пәтер, жер телімдерін алу, несие рәсімдеу кезінде жиі орын алатындығы анықталған. Атқарылған шаруалардың нәтижесінде биыл 34%-ға төмендеген. Қазіргі таңда алаяқтық туралы арыздар мен хабарламаларды тіркеу тәртібі бір ретке келтіріліп отыр. Халыққа алаяқтардан абай болу жөнінде ескертпе мәтінде 50.000-ға жуық жадынама, яғни буклет таратылды. Облыстың барлық қала аудандарындағы көшелерге 35 билбордтар орнатылды. Қоғамдық орындар мен қоғамдық көліктерге 3000 ғана үгіт насихат парақшалары ілінді. Коммуналдық төлемдердің түбіртектеріне алаяқтардан сақ болыңыз деген тақырыппен ескертулер жазылды. Басылым беттерінде 300-ге жуық мақалалар мен сауалнамалар жарияланды. Қылмысқа тосқауыл болады деген соңғы жобаның бірі Шымкент қауіпсіз қала. Зерттеулер нәтижесінде соңғы 10 жылда шаһарда орын алған жалпы қылмыстардың 55%-ын ұрлық оқиғасы құрайды. Облыста тиісті шараларды қолға алу негізінде 2009 жылдан бері алғаш рет қылмыс саны 4%-ға төмендеп отыр. Қанат Байысов, Абзал Турабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.